Енді қыздар, классикалық теріс шып деген қандай деп сұраған қыздарға қараңыздар. Әдетте мен, например, әжемнің әдісімен тоқып жүрген бұрыннан өте оңай, бүйтіп аласың, тоқи саласың. Тез жылдам болады, осылай тоқи саласың. Енді классикалықта не ерекшелік бар екен? Бұл жерде былай кіргізесің, алдыңғы қабырғасына теріс шыптың, сөйтіп мына жұмыс шыпты былай іліп алып кіргізіп жібересің ішіне. Былай кіргізесің, қара. Бірінші кіргізіп тұрасың, сөйтесің, мына жақтан әкеп іліп аласың. Алғашында әрине маған ыңғайсыз болды. Ыңғайсыз болып бірінші бір шапканы бастаған кезде, өйткені круговой солай тоқымасаң болмайды екен да. Егер круговойда кәдімгі әжеміздің әдісімен тоқып кете берсек, арқасындағы жіптер, мына жақтағы жіптер айқасып кетеді екен. Сөйтіп, мына шапкамыз бағыры қисайып кетеді екен. Сондай қисайды да менің бір шапкам. Ал енді түзу болу үшін міндетті түрде осылай классикалық әдіспен тоқу керек екен. Алғашында ыңғайсыз сияқты көрінді да, қазір мына үйреніп кеттім. Қазір уже маған қиындық туғызып жатқан жоқ. Тоққан сайын қолым үйреніп, жылдам болады деп ойлаймын. Мына бірінші кіргізіп алдық алдыңғы қабырғасынан. Сосын мына жұмыс шып мына жақта тұр, үстінде тұр, міне үстінде. Соны былай үстінен алып, іліп алып, мына петляның арасына кіргіземіз ілмектің. Осылай.